Абай Құнанбайұлы бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа жеттік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қошқыл екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қалай, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайтын кісі бақпаса, не албыртқан көңілі басылмаған жастар бағам демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда ұры, залым, тілмескерлердің азығын бағып берем деп, қалған азғана өмірімді қорқылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, баға алмаймын. Ғылым сөзін сөйсер адам жоқ. Білгенді кімге үйретесің, білмегенді кімнен сұрайсың? Бұндай ғылым қарайтұғын күйік. Бала бағу жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, бірақ қалай бағатын мәнісін де білмеймін. Қай елге қосайын, қай харекетке қосайын. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Енді кім ішінен керек сөзді тапса, оқысын, немесе жазып алсын. Енді менің бұдан басқа жұмыс